Kişim жақсы ма? Vajaka ko'rsatuvining 3-sari. Ал, ондай болса, бүгінгі мейманымыз Юсуп Сейдуллаев. Eslatib o'taman, бұл ғазіл алдын Дырман шоуда айтылған еді. Достар, мына бала алдын басқа көрсетуде шыққан еді. Бұлағы ой. Болмайсып, бір жерде рельс көріп отырып қалған экспонат. Аузыңа сұлы! Сен үстінден күліп жатырсың. Мінекей көріп тұрсыз, прямой жағып мүйесіне ұшырап жатырпын да мен? Туырдан туыр ма? Туырдан туыры. Енді не қыласың? Шыдайсың да басқа. Vaqaqaсын аспанға жеткіреді қарекен. Яғни Vajaka ko'rsatuvining 3-sari. Assalomualaikum! Demek ko'rsatuvimizning boshlovchilariмен kelmadi tanishtirib o'tayın. Aniq yarli bo'lishi uchun. Aydus tanishtir. Bizlerde sol bayağı Sabur Nurlanov, Ruslan Pirniyazov, Bahadır Muratov, Bahadır Japarov, Ruslan Bazarbayev, және де Айдос Мұратбаев. Үшінші сан кімде не жаңалық, үшінші санда қандай өзгерістер өтті? Екі сан түсірдік, ютубқа шықты, уже просмотр орып жатыр. Енді о жаңалықты біздер айтпауымыз керек. Қалай болып жатыр деген сөзді біздерді YouTube арқылы көріп отырған достардан сұрасақ болады. Көрсету қай дәрежеде сіздерге ұнап жатырды, қалай болып жатырды, қандай кемшіліктер бар, не қылсақ болады, нелерді қоссақ болады, кімлерді шақырсақ болады деген сұрауларыңыз болса, егер жазып кетсеңіз болады. Комменттің әммесін біздер оқып отырмыз. Дұрыс па? Дұрыс. Қалам жоқ. Демек, енді көрсетуге кім шақырдық? Не қалам жоқ? Мұнан шақырдық бүгін. Кәсіп жалбар кигізіп, құда қаласа үйлендірсек, өсерден басқа шығарсақ айтып. Бұлайша айтқанда ефілеп құтылып алсақ, осыдан өздеріміз. Әзіл. Ал, ондай болса, бүгінгі мейманымыз Юсуп Сейдуллаев. Hoş geldin bауырым. Рахмет. Юсупжан. Юсуп Сейдуллаев. Ассаламу алейкум. Уалейкум. Арман, жасамайсыз ба? Юсуп Сейдуллаевқа бір қол шабыт алып қоямыз. Қалайсыз, Юсуп аға? Жұмыстарыңыз болып жатыр па? Кішем жақсы ма? Сен нелің өсіп, азаммен кішем, мұнау қызған базы қайтып кетсе не аласың? Кішесін ядына түсіп. Сонша кәсіпін шалған әпергенімді сен, бір кәппен қайдан қылды. Желілер жақсы ма? Кішем деп болып желдеген қалай кетті? Жиен кішен кезінен кетті. Кішесі жиен да? Кішесі жиен. Өсіп жатыр ма? Қатты бір талантлы балалар екен, кеше Дырман шоуда көрдік, жақсы бір зор көрініс алып шықсыз. Мен бірақ алдыңғы бір киноларыңызға қарадым, түскен. Оң болсын деген Олма сол уақытта... Рахмет айтпаған соң болсын дегенде дейсің. Бірақ кеше Дырман шоудағы өзіңіздің рас семьяңыз, е? Өтек семья болады. Онда, достар, бір зат көрсете жақпан мен сіздерге... Мұна суретін қалай шыққан десең. Мұна үш бала кімнің баласы? Әкесінің баласы десең. Сіздерге тастап беремін. Енді бұл жұрттың баласы. Сол кинодағы үш бала. Анекей. Балалардың ізі, тағдыры қандай болды енді? Ұрсан, Ортасында мен ғой деген. Ұрсан телефонына кредит алып жіберсе? Сондайлар көбіп кетті ғой, кейінгі уақытлар. Телефоныңды беріп тұр дейді, атына кредит алып жібереді. Мына Сабуртты екеуін көріп нәрсені бір экзамен болып қалса деп ойлайды. Мен жауап берейін енді бұл айтушылар деген кинода түскен жігіттер. Айтушылар, кешіресіз, адасып еді. 21-ші микрорайон. 21-ші микрорайонда алынды. Сол эпизод. Келатырсың? Сол Азиз деген жігіттің турасында ойнаған, Азиз деген жігіттің үйінде түсіріліп еді. Сол жігіттің қоңсыларының балалары.
алдынан даярданбаған балалар. Бірақ жақсы ойнаған. Енді бұдан кеп шығуға болады, мінекей, үйдің іші ата-аналарымыз жұрттың балалары деген ендігіден былай өзгереді, ендігіден былай қоңсының балалары деген неге өзгертсек болады. Сөйтіп, тағы бір нәрсе, балаларыңызды ойнатып көшеге жіберген кезде сәл абайлы болу. Себебі киноға шығып кетіп ертең танықлы болып кетіп. Сізге керек па сол? Сол керек па? Болады. КВН жөнелісінде енді әзір білеміз, сіз мемлекеттік жұмыстасыз. КВН-ге қалай сіз әзір ойнап тұрып, я болмаса бір шәкірт даярлап жатырсыз ба? Шәкіртлеріңіз бар, білемін, бірақ әзір даярлап жатырсыз ба? Я қазір шәкіртлерім өзім балаларым, перзентлерім. Сол артқа шеген шәкірт даярладым. Ондан кейін Лигерманда да айтып кеттім. Біреудің балаларын тәрбиелеп, олардың шешкенлігіменен қуанып мәс болып жүрген уақытында өзімнің балаларын тәрбиелауға ітібар қаратпағаным яғни дұрыс. Әкесі даярлапаса, балаларын тәрбиеламаса. Біздің үйде балалар не қылып жатқан екен? бір хабар алып Тәсірленіп кеттім ғой қазір. сондай деп айтылып еді. Сол көргеніңіздей өзімнің балаларым Нормально дейді балалар ойнап ауа киноға түсеміз деп жатырып та сыртта жүргендегі. Және енді күнімен мына сіздердің бұл костюм шалбар киіп, сен көйлек киіп келгеніңнен растанан бұл рәсми болып баратыпты. Соның үшін арқайын, еркін, бір көрген адам хәз етіп күліп отыратындай дәрежеде еркін отырса. Қалай ол? Сондай еркін отырады. деп па? Ұлыма приколдың пигі болды бұл, осыдан кейін прикол жоқ. Өмірлік прикол болды. Өмірлік. Осыдан кейін прикол айтылмайды менталитеттен, әзіз достар. Рахмет! Шүкір, оған шүкір. Жақсы, енді хабары бар әмменің кәсіплестер қала берсе, сол сахнада бірге сезіп жүрген. Юсуп аға енді бүгінгі күнде шаңырақпенен бірге дөретушілік істеп жатырсыз, қала берсе сол мемлекеттің жұмысы. Біздерде қызық сұрау пайда болып қалды. Сол шаңырақ арзансы, яғни әзірге таза командаңызбен алдыңғыдай қоңсас мемлекеттердің жаңағы сахналарына, жарыстарға шығу ниетлері бар ма? бар. Бар ма? Ол кейін сұрау. Ол шаңырағын. Негізі жарыс деп бармаймыз, басқа жұмыс істеуге барамыз. Неге өзімсем жұмыс көп қой деп. Шаңырағыңмен квенленесең нық шығар да. Неге жүрген тәйлері берсен да. Оны кеше идеяда қылып шығарды, чоткий арасында бар затты әзілмен алып шығып берді да. Сол бола ма, болмай ма? Сұрау десең. Достар, естетіп өтемін, бұл ғазіл алдын Дегірман шоуда айтылған еді. Жақсы. Достар, мына бала алдын басқа көрсетуде шыққан еді. Бұның оригинал варианты бар. Бұл ұзын маркет варианты. Юсуп аға, және бір сұрауларым бар еді. Көріп тұрсыз, жігітлер, квеншіклер бір-біріне шаққан. үстінен күліп тастап жатыр. Бұларға қандай шара бар мемлекет тарапынан? Айтып статьяға Жалғыз басылы Нұрлан Сабуровтың үстінен күліп тастап жатыр қосымызды. Самоирония деген зат бар да, сол сізді күшлі ол. Сіздің мысалға сондай самоиронияға болған, мысалы, өзінің үстінен өзі күлі алу деген бойынша бір қатар бір мотивация ма, зат беріп жібере аласыз ба сондай? Мә деп қалтасынан беріп жіберсе. Басқа түсінбей жатырмын самоирония деген. Ойын басқа керек қалды. Кенеме қосып айтып жібергеннен кейін өзінің үстіне өзін күлу. Өзіне пайдаланып, яғни өзін жерге ұрып күлдіру, өзінің кемшілігін айтып күлдіру. Енді бұларға мотивация бере алмайсың ғой? Маған мотивация берің. Інім главный мыналардан алсауда жүрді. Өлген мотивация. Інім, астына музыка қойып жіберсең мотивацияң. Інім, 4-ші санда көрмейін сен. Ол бүткіл халыққа мотивация болар еді, өрметі достар. Әзіл, әлбетте, барыңа шүкір. Мела монтаждан не саборты деп қиып пішкен ұдан жетсең. Кітірел еспен басқа жерге пістай бер. Тота, Юсуп мотивация ойланып жатыр да, мына жігітке берсін. Осы өнімді келіспесе есіңді, бұламсыңды, тісіңді де жүре бер ефілеп десе болды. Бір нақылды баяғыдан бері айтып жатсаң азыр. Ол емес.
Басқа бұл. Бахадыр Құтылмұрат бұсаны да көрінбейді ғой. Бара келме, айтыңыз көрінбей Қаласы басы кітте келіспей жатқан. Юспен шықса алмайды. Аз бұнғы таласа деп кетуі мүмкін да. Шоманайшылар ғой айтқандай. Шоманайшының көзінің шоқмайды. Шарды ойларға өтейік онда. Көрсетудің тек ара бөлініп мен жігіттер қойып тұрмын білмеймін. Мотивация алмасаң айтпайды мұны. Мен мотивациямды алып алайын да мен. Машинада барсың бей жүресің. Я қашар бие жіберсін мотивация. Сен үстімнен күліп жатырса. Мінекей көріп тұрсыз. Прямой несіне ұшырап жатырмын да мен. Туырдан туыр ма? Туырдан тура. Шәбіркеш. Не қыласың? Шыдайсың да басқа. Шыдайсың енді. Ал ондай болса достар, Юсуп аға, біздерде көрсетудің тикар бөліміне өтсек, сіз бір уақия айтып беруіңіз керек біздерге, белгілі бір жерге келген кезде оны тоқтатып тастауыңыз керек. Яғни интрига болу керек арасындағымыз. Жігітлер сол уақияның ізін тауға ұрынып көреді. импровизация. Импровизация ар жағда біз өзіміз мынандай жұмақланған шығар деп. Жұмағым. Вариантларымыз айтамыз да. Бір күні болған оқиғалар болады ғой. Болған уақиялар. Андай студент уақыттамыз, институтта оқимыз, Туран командасымен республикалық наурызға шығатын болды. Бір 4 жігіт ойнадық. Бірінші барып көрсеттік, күнде репетиция болады, күнде тарих болады, бара бересің. Сол ақылар бір тойға шығып жүретініп, беташарым болатын болды әлбетте. Соған кететін болып, орныма Низам деген жігіт бар еді, Бозатаудың жігіт. Соны қойып кеттім де. Айтып қойын енді қойып. Соны қойып кеттім. Тап сол уақытта сол менен адам келіп көретін болып, кетіп қалдым. Ойнап көрсеткен, ойнап болғаннан кейін. Екі шеттен де мощный болып шығып кетуіміз керек қой. Жаңағы Низам. Өзін таба қой. Низам. Біздерді күлгенде болатын еді. Сөйтіп көруге келген адам не қылған ғой? Мынандай болса да, ойнайсыз ғой енді. Сөйтіп жаңағы екі шетке кету керек қой. Жаңағы Низам ұмытып кеткен да. Ей деп. Юсуп аға айтты, беташарды аша тұтты ғой. Сөйтіп барып деп біреудің бетін ашып жіберсе, ректорда Низам бүлдірді ғой. Айдоса, сізде де бір вариант бар ма? Біреудің өмірі қызық па маған? Низам мен үйіміз бар мәселенде. Короче, деген ғой. Сөйтіп, жаңағы сол менен келген адам. Ол шықпайтын алар деген ғой. Деген ғой. Низамның иегі ұзылау емес деп ойлайды. Ұсамайды анау десе. Естің өзі болғанда егімі қызық еді деп. Бірақ сол кезде Низам негізі вообще темада жоқ беді негізі ол. Просто Юсуп аға бұмағынан шығып кетті ма? Орнына барып тұрады да замен. Ол тек ойнайды ғой бұға. Тем более запись, я. Тем более запись ала, жаңағы живой Сол кезде Амфитеатрда. үйінің іші деп соны айтады ғой, Низамның үйінің іші деп. Қаяқтасаң Низам? Республикасы наурызда едім деді. Десе де, мысалы сол Юсуптың орнына бара тұрғанда үйінің іші соны кетеді ғой. Алло, мен республиканский наурызға бара тұрпан дейді. О, бара ғой балам, бара ғой дейді ғой. Сөйтіп азмастан кейін шығады да. О, балам не қылды? Республиканский наурыз. Шығарып жіберді десе. Мен ойнайсыз ғой енді, мен таныс шығады отырмын. Низамға звондады да үйінің ішіне. Алло, Низам деді. Яқ бүгін Юсуппан. Ома, бүгіннен бастап мен Юсуп деп шақырдым десе. Низам одан кейін қатайып қалатын шығар деймін да. Енді мысалы Юсуптың қайда сөйлейтінін білмейді ғой. Әркімнің фонограммада түсіп жүрген шығар, бір өзі деймін да. Бүгін 4 адам ойнайды. Ол Низамға тура келмейді. Бағана беташ айтады да. Деп ал енді келдің бетіңе ашамыз деп ашып бақты Низам тұрса жастаннан кейін сөйлейтін еді. Сол сұрауға келіп. Қандай болса, егер запись болмайтын болған кезде, мысалы, машина шығасың деді.
жаңа жыл наурыз ба деп. жаңа бақаныкінің өзі да дастаннан кейін сен сұрайтын ба едің? Сөйлейтін ба едің? Мен ғой. Мен онда хай деп жібердім десе бағанағы бастағына. Содан қарсы қош жетер дейсің. Анандай болса деп Низам ашып жіберді, сондай дастаннан кейін мен сөйлейтін ба едім деп Низам шығады ғой, сөйтіп қасында жеңгелер тұрады, жеңгесі ашып дастанда Ja, сен бағана анам фотолог жаңағы ректор ашып жүрді. Низам білдір қоясың. Естімемші деген. Сендер біздер Жапаров екеуміз бәрінен бетер ұрып не қылып жатырсыз білесіз ба? Теннис көріп отырсыз. Топ мына Короче, так жаңа ұмытып қалдым да четкий не бар еді ғой. Жаңа не қыл деді ғой? Короче, Юсуп мына жақта бет ашып жатыр, Низам ана жақта бет ашып жатыр. Низам аяққа ашып жатыр. Юсуп мына жақта ашып жатыр, Низам ана жақта ашып жатыр дегендей. Бір сұрағым бар еді Юсуп аға, сіз ол жерде қандай рөлді атқаратын едіңіз? Мысалы үшін Наурызда шығып жатырсыз. Сол бет жарашады деді. Оманда рөл болмайды, 4 жігіт тұрып КВН ойнайсыз. сөйлесеңіз, КВН аға. Анау ғой да, мынау ғой да. Ең қызығын айтайын, жаңағы душ жоқ деген дейді. Мынандай болса да, енді өзі беташарға кетті ғой, енді сөйтіп ана келінге нәсет етіпті да, жауапкершіліклі бол. Өзі нақын Өзінде жауапкершілік жоқ па? жазып келіп тығылады деген. Оригинал не істейміз? Давай, кет. Деп екі шеттен деймін, осы Юсуп Сейдуллаев орығы. сөйтіп мына жақтан екі жігіт былай кеткен, сөйтіп бір жігіт біледі ғой енді алдында. Бір жігіт былай кеткен, Низам тур мына жаққа кетейік деп секіріп түсіп мынаны алып кетіп Низамның өзінде жүрсам бар еді да, ол жаңағы, ол энергия барғасын, в общем, өзін сезініп кеткен шығар. Низам, егер мені көріп атқан болсаң, обалың жоқ. деп кейіннен айтады да оны. Соған жауаптан бері күйіп пісіп дайындап жатқаныңыз бір бар бытысқа жүреді. Әлекей, халқымызда гәп бар ғой, бір қазанды бір құмалақ шертеді деген, мінекей сол болып тұрыпты. Соны ақылды өзің айтқаныңда? Еледе бар ма? Оны Низам беташарға жібермеген екен. Ал мінекей анық беташаршы келемен дегенше былайынша сөйлесіп тұрамас десе. Наурыздан ойнап беріп тұрайын. Ода да басқа жақтан кетіп қалса. Рахмет. Юсуп аға, естік, уақияларыңыз жүдә әжайып болған екен. Уақияларыңыз емес, қаралпақ тілінде қосымта бұл көп уақия айтып берсе болады. Уақия айтып берді әзіз сізге. Бірлік формасында. Юсуп аға, уақияңыз жақсы болған екен. Мінекей бұл жігіт айтқанын тыңлайтын жігіт. Көз тимесін. Низамда емес әйтеуір. Ал ондай болса, Юсуп аға, біздерде кейінгі рубрикамыз бар бұл көрсетуімізде. Яғни сіз өзіңіздің телефоныңыздың контактынан қалеген бір инсанға қоңырау етіп сөйлесесіз, һәм бұл жақта жігітлер сізге мегабайт сәп береді. Сөз айтып тұрады. Соны қосып кету керек сөйлесіп жатқан кезде. Сөйлесіп тұрғанда қалеген сөз қосып кете бересің да. Кітапты Сөйлеттің арасына қосып кетесіз. Көрсетудемін деп айтпайсыз. көрсетудемен деп айтпас. Просто сөйлесіп отырсаң, біздер әр сөз айтып тұрамыз, кітап дейміз, туфли дейміз, қосып кете беру керек ішінде. Кімге шығасаң? Сен миллион бір инсанға Кімге шығасаң арасы. Бақтияр Шәрібаев деген. Ал, кет. Шәрібаев. Айтып қойма тағы. Мастан қасында болса. Сен айтып қойып жібердің. Естіп шығып жатыр ғой деп отырмын. Бақтияр Шәрібаевқа шығып жатырмыз достар. Алло? Бақа? Алло. Алло. Бақа? Қалай Юсуп? Шүкір, не салып жатсың ба? Амансың ба? Желке шаш. Ай, желке шаш наманға түскеннен кейін даусың онша естімей жатырмын. Даусым естіліп тұр па енді? Енді естілді. Мен естіліп жатыр. Қалай, қалма? Бар, не отырсың? Көзбенен қастың арасы. Қаңғырап жүрмеді. Көзбен қастың арасында қаңғыраттың сен. Көзбен қастың деп нағыл айтып кеттің ғой сен. Қалма. Ай, бар. Ай, Кірсабын деген жорабай еді ғой қасында. Кім деген? Кірсабын деген. Кірсабын? Кірсабын Кірсабын да қағым. Шөрең аты Кірсабын ба? Мұнан қос. Зиян жоқ. Баяғана не бар ғой? Факультетскийде бір не шығардық қой? Отырып қалатын жылдың үстіне.
қолменен деп кептер қылатын біз. Али алып не? Кептер болып не алатын ал. 2014-те 3-ші курсыңда сенің. 3-ші курс, Крокодил. Солақ. Юсуп? Қойттыр. Солақта крокодил шығару керек. Юсуп? Айнынайын мынау. Баға. Не болды, братан? Аман ба? Олайша. Сабын деген кім? Аз қойттың ала. Болды. Әйтеуір, бала шағың аман ба әйтеуір? Аман. Гүлназылар әйтеуір бар ма? Жақсы. Болды әйтеуір, сол. Еңбеклеп жүргем. Олайша. Еңбеклеп жүргедім, маңнай шаш маңнайға түсіп. Bizar olmadı. Еңбеклеп Hesabın еңбеклеп Ay ne o? Al. Şimdi türpü tavılmay mı? Türpü? Baklaş. Türpü? Türpü hanım türpü var mı? Şişin ne? Adı жейтін да? Şişin. О, ертең жаздап сен ол түрпі деген ол айтын ондай X-маркет па сондай жақлардан көрінеді ғой. X-маркет. Ya sonra ana егер бар болса баклажка сабап кетіп қояйын дедім ғой. Былайынша болмайды екен да. Юсуп, сен маған шығып кеткен ба қазір? Ауа саған шығып қойды. Бақтиярсан ба? Болды. Ау тыңдап отыра берсе? 41-45. Яш. Ана 41-45. 41-45 деген номер келіп болды ғой. Неше деген? 41-45 деген. Ана компанияда танысқан жоқ қой. Өзімізді бір алып шығарып. Ракета. Ана 41-45 ракеталар ұшқан ғой. Ракета? Юсуп? Аман сау. Бak, не болып тұрған, Юсуп? Ай, бір... Яқ, ондай сәтте ортқан жоқ. Ана бұрын 41-45-те ракетада ұшып барады, ана гайбар деп бармағын көрсетіп кететін болған да. Көмпек. Оның бармақлары көмпек болған да. Яқра деп гайбар деп кетеді ғой. Ракетаға ма? Сен оңа Юсуп, бірақ өмірімде бірінші мәрте сенімен не болады бұл? Не ол? Яқ, не? Түйетоғын сөкірсің. Ай, түйетоғыларың жақсы ма? Юсуп, сен ойлап көр, нәмін түйетоғы жақсы құдаға шүкір. Жақсы ма? Мен бағана Советский музейдің қасында көрдім. Титауқларым ба? Бақтияр сүйерде бағып жүрді. Бақтияр Титауқский. Болды ғой, Яқшы да ертең сөйлесеміз. Ай, бір көрсетуде едік қой, көрсетуде бір. Сондай ма? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Бақтияр аға, қалай замансыз? Бақтияр, контордасыз ғой, а? Мен аз жетемен. Баслап қойған қатын. Көрсетуім сұсымен тамам. Титоқларың менде керек болса... Керек болса бір шыңадан ақша әке, милиция араластырма. Zor oldu. Zor, Юсуп, молодец. Юсуп Амдел, Бақтияр Шәрібаевқа бір қол шапалаққа. Ана осы болған, Юсуп сен әмінаған адамсаң, Бұл бүйтіп, Бақтиярмен бүйтіп сөйлесіп отырғанын айтайын, енді біздер өзіміз бір-бірімізге жақын мінездеріміз сөйлеміз. Себебі
Yusuf hammamizga qadimgi reti kelganda deb raslab серьезный baqirатын odam, себебі so'ng uchun Baxtiyor hozir Yusufdan bunday quyanqi gaplarni Bala chaqang amon bor deydi. Bunaqa zamdirib tursan. Ne tursan? Bizning Baxtiyor ham shunday vaqtda серьезный bo'lib To'xta, Yusuf nolda o'tsa to'xta. Ya Yusuf sen to'shnimagan chiqyapsan. Yusuf sen to'shnimagan chiqyapsan. Ондай болса, Yusuf аға жақсы өтті. Бақтияр аға үмітлер тілеп қалған халда біздер кейінгі рубрикамызды жариялаймыз. Яғни бұл рубрикада сіз қалеген бір осы жерде тұрып, позицияңызды позицияда тұрып қалуыңыз керек. Любой позиция. Мысалы үшін бүйтіп тұрып қаласыз ба, былай тұрып қаласыз ба? Ал жігіттер болса, осы позицияға бір әзіл ойлап табады. Отыр да, не қылай бер. Тұрсаң, бірақ бұл отыр. Тұру ниетім жоқ. Ол бір-екі позициядан пайдаланамыз. Yusuf аға өзгертің дейміз. Ана қайда. Позициямыз көрсетеміз. Ау? Анауға. Краска бар ма дейін, не? Ойламаңыз ба ондай. Ойнап. Ал. Ойлану үшін мына жерім қатты как раз қайтады. Ойлану үшін мына жерім қатып кетеді да мен. Мен мынаның тәпсір ұрып атырмын қарап. Ақшаларының бәрін ізін даумен. Жаны басып. Кейінгі бол, неге өт? Кейінгі бозаға. Қызықлау болса, Қызықлау болса. Идіңгіреп деп тұрсын. Басын сқасып тұрып қалған болса. Мынауыңсың. Жер ғана. Давай, айта бер. Келің, әмі келің. Hürmetli dostlar, müzeyimіздегі кейінгі экспонат. Bir жерде рельс көріп отырып қалған экспонат. Өндеке әзір. Hürmetli dostlar, ол жер телефон шықлап отыратын жер емес. Сау етеміз. Ұстап көруге болмайды, оям кетуі мүмкін. Так, сенікі қандай? Айт, өкін. Человек-паук. Терминатор келді. Терминатор? Құяға онда өзің. Қандай да? Ояқта не бар? Шеткі ауылық жерді. Болмайсы? Атыңда тас бар деп. Онда құймайтын болсаң, өзім ақ мынаяқтан басқа жерде болайын. Шыбылларға кайфта дейді. Бұлағы ойбой. Рахмет. Үшінші қандай? Ал мұнда кейінгі не? Келін. Екі экспонаттар мынадан қап Hürmetli dostlar, кейінгі экспонатымыз уақытында үсейтіп жүрген қазір күнде бай адам. Уақытында үсейту керек, сонда жақсы болып кетесі. В общем, сөйткен бай болады. Сөйткен бай болар. Надан, е? Аға, қолыңыздан қан алдырдыңыз ба? Менен не olur? Мына бармады ғой. Негізі болырым да. Әрекетті шанс beğendi.
Не үшеуіңіз әбден көрсетіп аштыңыздар десе. Ұстаз, елі оянбадым. Елі оянбадым. Ұстаз дейші. Ұстаз, бармағы ауырып кетті. Ұстаз бұл төбелескенде бұның не керегі бар десе. Соны үйретіп отырғанда. Ұстаз бұл төбелесте пайдасы бола ма десе. Төбелесе бір сен Ұстаз үйреткенде кеп ерекс парашы işte. Дұрыс керек шеш. Аузыңа сөйле. Қазір мұны іске қоссам бар ма? Өрт әйел. Мына бігізбейдір ма қазір? Мынау қазір бар ма? Хакіметқа барамын да жазып беремін. Мен жазамын мынаның үстіне. Жүрің ручка берін. Сен мына бармағын маған дегенсің ғой. Ajoyib. Құрсан білән, напа. Yusuf ağa ajoyib. Өзінің позициясымен Юсуп Сейдуллин. Рахметтер, қол шапалақ қойсын. Біздерде көрсетуіміздің кейінгі рубрикасы Юсуп аға бағана көрсету басыланар-басыланбастан бір адам мотивация сұрап еді ғой. Енді мотивация керек әмемізге. Сіздің атыңыз қазір Юсуп мотиватор. Оласы балалар проблемасымен келеді, соған прикольный өзіңіздің тарихыңызды мотивациясы мынандай алайық. Кеттік па? Өзіңіздің жөнеліңіз. Біз сізге проблемамызды айтып барамыз. Кеттік па? Бөлініп келесі. Кеттік қой, бар ғой, мынандай болып қалды, мынан қалай несі? Супергілі ұстағансың ғой. Сен соған мотивация. Соған ба? Соған мотивация. Мынада қолынан супергілі ұстап қалды. Егерде өмірде супергілі ұстап бармағымнан деп қалса, қой тұр. Момент клейден пайдаланды. Бердім саған, кімге керек және? Ол кетті ау. Егерде өмірде супергілі ұстап қолынсынан деп қалса, момент клейден пайдаланды. Момент жаздырады. Жақсы. Очкиден болып тұр ма? Что-то беріп тұрсаң ба деп? Саған беріп тұраман ба дедім. Мотивация ма? Давай, жігіттер. Давай, проблемасы айтып бар, айдос бар. Шақырып қой біз мотиваторды. Кейінгіске. Юсуп аға, сүгілер еш пластигінде ақша тұрмай тұр да. Тартып кетеді, кредит тартып кетеді, біресе машинекілер тартып алады. Соны бір мотивация айтсаңыз. Сен айлықсыз болып, сонда тартып кетпейді. Сол тартып кетеді. Yusuf ağa, mende de bir problema var. Оның атына айтасың. Аз. Олла мотиватор. Енді мен азыр көбінесе көшеде адамдармен сөйлесемін ғой, сол кезде айтады да, сен сарғайып кетіпті дейді. Сарғаймау үшін не қылсақ болады? Шымбайға тойға бару керек. Бүлтісін қалмай қайда. Шымбайға тойға бару керек. Рахмет. Жақсы болды. Рахмет, бармайтын болдым дейші. Ал кеттік, Бахадыр. Ұлы мотиватор, біз сұрау бар да енді сізге, мотивация беріп жіберуіңіз керек қой әрді. Мысалы бір қандай да бір күшлі еркектің артында әйел тұрады дейді ғой, әйелі. Бойдақлардың артында кім тұрады енді сонда? Отырш Бахадыр десе. Кім тұрады енді оның артында енді? Бізде әйеліміз мақтанады артыңызда тұрып, бізде бойдақлардың артында кім тұрады сонда? Бойлау жорасы тұрады. Үйленсе үйленген жорасы тұрады десе. Олар артында адам бар ғой. Әмесің. Ағалары бар деп. О, екі ұлы, екі қызыл мотиватор. Мынандай, нәски киіп келсін, келген келте нәски киіп беремін, соған бір мотивация айтсаңыз. Менде бір оған мотивация бар. Егер сен келте нәски кисең, демек сен келте пақымсаң. Ұзын нәски кисең, ұзақты ойлайсың. Астан келте нәски киемін де мен, соған үйреніп қалғанмын, қысы жазын. Тобығым аяздылып жеткеніп жетеген. Енді оны бір нормальный нәски киетін адамнан сұрау керек шығар. Енді мен саған анам
өзім сары нәскиде отырып не айта аламын десе. Менің нөмірім берейін. Ulan duyacağım bileyim mi? Мен ақшаймын, мына сарыны көрсетпей ұят болды дейді ғой. Нахуй жаспесе. Юсуп аға, менде де бір проблема бар, ата-анама айтпаймын. Қызым тастап кетті мен. Балың жоқ. Енді ол Kızı tasarruf ettiğin motivasyon. ол өмірде бір адам туылып қаралып жатса ол кімде Su kabı olduğun керек еді. Не дейді? Su kabı olduğun керек еді. Su kabı деген екен ол. Мен уақытында көп қыз тастап кеттім. Ақырында қазір келіншегі алып кетті. Сонымен қазір күнде бақылау жасап жатыр. Sen de bir gün біреу алып кетеді обязательно. Әлбетте. Ләйлек пе деген. Я попеспеді. Попеспеді біреу алып кетеді түбінде. Түбінде далада қалмайсың анам. Ең проблемам. Великий мотиватор. Мен контрда составында шақырам қала берген қатықлар бар. Соларға мотивация берсеңіз. Қатықлар? Не маған Шақырам. Қатықлар бар. Шақырам қала берген, сойыл қала Сен берген қатықлар сүт кәбі болғын деген. Солардың қандай проблема шешсем болады? Мотивация қандай мотивация? Олардың бәрін кешілік жасапқа жіберу керек болған. Юсуп аға, рахмет берген мотивацияларыңыз үшін. Біз әдеуір дәрежеде күшейіп қалдық. Енді бұл жігітлер сізге бір өзінің таярлап келген комплиментлерін, рахметлерін болса айта жақ екен. Айтып отырсың. Рұқсат болса, иә? Айтамын. Юсуп аға, рахмет өмірімде бар болған үшін. Юсуп аға, Мен сізбен бақытлымын дейді. Юсуп Сейдуллаев мен үшін великий квенщик, великий автор, великий концовка айтатын андай, код айтатын, великий кодашы. Великий век деген кино бар сөйтіп. Великий век. Юсуп аға мен үшін ол Адам емес десең. мен үшін деген андай прямом туғры мәнінде түсініп қалмаң. Юсуп аға өмірде великий әке. Өзің әке? Өзің әке? Не постой Юсуп әкеле береді? Өзің әке? Бахадыр аға Şimdi айтайық, мен күтті ойланып жіберейін. Бахадыр аға Құтбатовтан, Айтып жоқ, айт. Ислам Князьдан. Жақсы біреу керек те, құрдан құр жаңағыдай емес. Болды, онда бұлар жақсы пікір білдіремін дегенше, Юсуппен осы квеншікілердің ішінде көп жүрген, бірге табақласып болған, бірге не қылдаймыз, бір квартирада жаттық деп жатырмыз студент уақытымызда. Юсуп жаңа айтқан, күніменгі айтқан, ендігі айтылacak талаплардың әммесіне жауап береді. Бұл шаңарақта жақсы әке, жұмыста жақсы жұмысшы, сахнада жақсы актер, таярлықларға жақсы автор. Автор дейме ананы. Автор қолыңа. Бұлайынша айтқанда, мен өз әрдайым айтып жүремін, қазір күндегі Юсуптың шәкіртлерінің қазір күнге дейін келуіндегі ең тикаршы, мысалы, ең үлкен үлес қосқан адам. Оны білген адам біледі, білмеген білмейді. Мысалы, Шоманай квен командасының қазір күндегідей дәрежедегі халыққа танылуындағы ең көп рөлі бар адам һәм ең сол минет істеген сол команда үшін, сол команданың танылуы үшін, бұл не только команда үшін, бұл жерде команданың аты Шоманай болатын болса, бүткіл Шоманай халқына танытуда өзінің үлкен үлесін қосқан адам. Бұлайынша жақсы адам. Соның үшін алып жіберейік, достар. Olasa Yusuf. Юсуп кешегіде өшіп келді десе. Үйшіп жүділетті. Olasa Yusuf Südülayev Горд Шомрай командасының жүрегі. О, анекей. Сол керек көп сіздерге. Енді Шомалай команданың Горд Шомалайдың ам жүрегі. Горд Шомрай командасын сол Горд Шомрай команда қылып Өзбекстанға, Қазақстанға танықлы қылып шығаруындағы үлкен ең, мысалы айтайын, 99%-ын сол Юсуптың несі дұрыс. Сонша күйіп піскені, сонша идея жазғаны, құлас айтқанда, Горд Шомрай жаңағы командасы жүрегі ғой. Бұласы мойыламай жүрген айрым адамлар үшін, мысалы, осындай адамлар, осындай жігітлер мойылап атқан адамды, сілер мойыламай тұғындай. Кімсіз? Енді Ей, сен, мәселен мені көріп атқан Юсуп Сейдуллаев Сөйле мағанды.
Шомалайда біздер кімге Ілхам Сайманов тайтын болсақ, онан кейін мына Юсуп тайтындық та. Ал. Мысалы, мына бақа мысалы Юсупты әзір Шомалайдың өзі шығардың. Енді мәселен бір бағман болса дейді да. Сонша нәлі келе келмейді деп біреу тастап кетуі мүмкін. Бірақ келе келдірген адам да сон. Келе келдір, бірақ ертең сол нәлілер өзім келе келдім, маған о бағманның күші келмеді, өзім үй аладым деуі мүмкін. Бірақ артында сосын һәм бағман тұрды соның да, міне аяғында. Сен сондай инсансаң, бұл дүниеден не қылдың, адам танымайтын мысалы балаларды жақсы қылып шығардың нәлілердің бәрін. Мощный азыр бәрін үй беріп жатыр. Бірақ артында сендей бағман барында олар қуанып көреді. Демек қорқма, сен еледе басқа да нәлілерді көгертіп шығардығансың. Сен еле мынаның жасын су қарасаң. Короче, Юсуп, бұл гәплерімізбен біз саған не демекшіміз? Короче, сахнада емес, атызда жүре бердік қайылды. Ладно, өзің не қыл дейсің біздерге? Сонша кәпті айттық. Сенен мақтайтын шығарсың? Көрек Бұл жерде әрбір жеке адамға тоқталуымыз шарт емес, көрсету уақытында. Общий пікір, ұсыныс. Көрсету жой бар. Жақсы. Бұлай не дейді? Біреумен сөйлессең әзілдесең ғой, үйде отырып. Өсек айтсаң. Өсек айт деп айтады ғой енді. Өсек емес қой. Мына жерде бір-бірімен ашылысып, сөйлесіп, күлісіп, отырыспақта отырғандай болды. Оларды айтқанда. Ал енді отырыспаққа баратын жігітлер, егер отырыспақ болмай қалды дейтін болсаң, сұма келсеңіз болады. Арқайын кеуіңіз көтеріп, не пайдасы. Не көрсету? Біздердің көрсету не? Құрметті көріп отқан YouTube каналын көріп отқандар телефонның интернетсіз қатып қалған жоқ, өзі іркіліп сөйлеп отыр. Жой бар жақсы, жауамды болсын. 2 сан көріп шықтым алдында. Халыққа да оны батырыпты. Халықтың пікірі жаман емес, жақсы. Жаққа десе сондай давамды болып, оданан үлкен ареналарда бұл батуын көрсету. Рахмет. Юсуп, рахмет. Білесің ба, Юсуп, біз осы көрсету басынған уақытында мына жерде еш сәт жоқ еді. Еш сәт жоқ, мұнаң бір өзі отырып өтті десең. Әзір костюм шалбарды киіп, әзір әйтеуір не болып атырыпты. Көрсетуде өзгерістер болып атырыпты. Егерде бізбенен бірге істесуші қауендерлер, яки де бізді қоллап қуатлайтын инсандар болса, біргелікте істесуге шақырып қаламыз. Біздерді қоллап қуатлап атырған YouTube тармағы арқалы, социалдық тармақлар арқалы қоллап қуатлап атырған бәрше осы тамашалап атырған достарымызға өз алғыстарымызды білдіреміз. Ажайып комментлерді жазудан шаршамаң, біздерді көруден шаршамаң. Біз сізге дастарханда отырып шаңырақпен көре алатығын әзілерді ұсынуға әрекет етіп жатырмыз достар. Енді қауындер болама дейтін біздермен келген меймандарымызға мына суықтардан сулар ішіп отыр деп керек десек қауындерлеріміз бар. Сол қауындерлеріміз болса, иә? Мысалы, құрметті Юсуп, бүгінгі көрсетуімізге жақсы қатынасқан үшін пәлен компаниясы атынан мына сауғаны қабылдап алың деп беруге болады. Мінекей қауындерлеріміз атынан келгеніміз үшін рахмет, қауындерлеріміз атынан. Қалай, ұнады ма памперс дейді? Және бір нәрсені айтайық деп жатырмын да. Осы мысалы YouTube каналы арқалы болсын, осы көрсету арқалы. Кеше сіздерім көрдіңіз, міне Бақа футболға қызығады. Біздің Өзбекстан командасы 9 жігіт болып финалда жеңіп 2-0 қылып та, және 2-0 қылып Азия чемпионы болды. Бір шабаға қойды. Бұл біздердің ойын жоға көрсетуіне 6 жігіт болып тұрып, бір шетелдің ареналарында шығу ниет қылсын ауа. Енді расында жаңа бұл футбол темасы жүр зор тема, бұл бүткіл гүллән халқымыздың жетіскерлігі. Бұл Өзбекстан сайланды командасында өздеріміздің қарекең жігітлері де бар. 3 жігіт ойнап жатыр. 3 жігіт ойнап жатырды. Мінекей көріп көзіміз қуанды. Жаңағы айтқанындай бір затқа ерісу үшін қанша дәрежеде толық болу, яки қарсылықтар болуы мүмкін, бірақ шын кеуілден қалесек, озат болады. Соны мінекей Өзбекстан
Komandасы? Сайланды, командасы дәлелдеді. Жаһан чемпионатына шықты. Енді қарап олар неғып қалған жоқ та түшкілікке. Біздер 9 болып қалды. 2 красный болды. Бірінші бөлімнің өзінде. Бірінші таймда ол 2 красный болды, уже екінші таймда 2 гол ұрдың өзі. Үлкен күшті ол. Және өзінің полясы емес еще. Аналардың несінде майданда ойнайды. Аналардың, әкелердің қолдау қуатлауының арқасында. Сондай дәрежеде жетіскерлік, шетелдік мутахассислар дейді ғой. Қанегелер пікір білдірген. Дүния тарихында финалда ондай 9 адам болып. 9 адам болып ондай ойын болмаған ешқашан. Ол бірінші мәрте тарихта. Демек, тарихи уақиға болды да. Тарихқа кірді да уже. Сондай сіздердің көрсетуіңіздің ашылғаны һәм давамы Жолғаны. сайтқа кірмейді. Соны сізге тарих кітабын береміз дейді. Тарихшы негізі. Юсуп күнімен мінекей көрсетуге жақсы қатынасқан үшін мінекей маған мына кітап тұсауға еттің. Маған рахмет. Демек, не, мұнда қалай жақсы болсын. Юсуп аға, рахмет көрсетуге келген үшін, қымбатлы уақытларыңызды аямаған үшін, сіздің жаңағы Құрам жатыр еді ғой енді. Көріп шыққан кезде сізді кітапқа қызығатын инсан деп айтып өтті бағана жігітлер, өзі оқымыслы деп. Соның үшін осы көрсету атынан һәмде Q-Media атынан, командасы атынан Джордж Сэмюэл Клейсонның «Вавилонның ең бай адамы» кітабын сізге 25 мыңға сатып береміз. Кітап ең жақсы ғой. Сен столдың астына қоя салың. Заманда Вавилонның ең бай адамы деген. Сондай көп кітабы бар адам бай адам болады. Рахмет. Шоманайдың ең бай адам болу дейсіз. Сол Шоманайдың ең бай адамы. Рахмет, сау болыңыз. Ұсыныңменен Бахадыр көрсетуді жұмақлайды. Ұсыныңменен бүгінгі көрсетуіміз жұмақланады. Демек, баршаға және бір мәртебе шын жүректен таршылық білдіреміз. Юсупжан сізге де, осы бастаушы жігітлерге де. Демек, бізді қолдап-қолдаудан шаршамаң. Біз сіздер үшін әжайып сондай көрсетулер ұсынудан ешқашан шаршамайық. Рахмет! Телевизордың дауысын қайтарың, біздер бақырып атпас!